Мен 2020 жылы 22 желтоқсанда бір келеңсіз оқиғаға тап болдым. Менің атымнан алаяқтар кредит рәсімдеп банкінен хабарласты. Содан кейін ол кісі айтты маған: мен банкінің қызметкерімін, сіздің атыңызға 2 банкіден кредит рәсімделіп тұр деп. Сіз кім боласыз деп едім, мен банкінің қызметкерімін деді. Куәлігін жіберді, куәлігінде аты жөні жазылған. Сонымен мен ол кісіге сеніп, сосын мен сол жаңағы кісінің айтқан бәрін істеп кенгуру скачать еттім. Бұл туралы ешкімге айтпаңыз деді. Даже үйіңіздің адамдарына да айтпаңыз. Бұл біздің банковский секрет деп қояды маған. Бірақ мен шыдай алмадым, балаларыма айттым. Бірінші полицияға барып өтініш жаздық. Жаңағы маған хабарласқан телефонды, маған берілген аты жөнді мен айтып бердім ол кісілерге. Оны іздеп таба алмады. Сізді бұл алаяқ алдап отқан деп сөйтіп шығарып салды. Сонымен адамдардан стоп пирамида деген халыққа көмек көрсететін жоба бар екен деп естіп, осы жобаға келдім. Сөйтіп Сара менің ісімді жүргізе бастады. Полиция арқылы жаңағы алаяққа көмектескен дропперді таптық, оның данныйларын алдық. Сөйтіп ақырысында сол дроппермен сот болды. Бейбітшілік келісім шартпенен сол дроппердің ақшаны төлеуіне Сара маған көмектесті. Мен осы жобаның бар екеніне, халыққа көмек беріп жатқанына өте ризамын. Осы жобаның жетекшісі Юрийге және Сараға менің айтар алғысым өте үлкен. Еңбектері алға жылжи берсін, отбасылары аман болсын, ауырмасын, тек қана алға жоба деп қуанышпенен өзімнің ризашылығымды білдіремін.